Сәлем, бүгін у-шу болып қайнапамның үйіне бара жатырмыз. Негізі 40-нан шығаруға барамыз деп еді. Енем Алматыға кететін болған соң бүгін кіріп шығайын дедік. Келсек, күшлеп осылай дастархан жайып қойып. Негізі көп нәрсеге әуре болмай-ақ қойыңыз дедік. Енді өзім де ана болғандықтан түсінемін ғой. Сонда да әйтеуір мантысын дайындап қойыпты, шүйіркелесіп отырып мантыны жедік. Сосын мамамен кішкентайды тастап күйеуіміз екеуміз романтика жасайын дедік қой. Жолдасыма осындай күшті кружка алып берші деп едім. Қаңлағанын таңда деді. Қарыздар, күшті түрлері көп екен. Наны көрдім, ты моя половинка, ты моя любовь деп неше түрлісі бар екен. Сонымен ең соңында осыны таңдадым да, сонымен жолдасым давай осыны ал деді. Одан кейін маған не алып бересің деп қойдым. Айтам, енді мен саған өзім подаркамын ғой деп. Сосын тағы не алып бересің деп едім. Давай қалаған нәрсеңді қара деді. Сонымен біраз жүріп бутиктен өзіме негізі аяқ киім алғым келіп жүрген. Сонымен осындай әдемі туфлиге көзім түсті. Ағы мен розовый қарасы бар екен. Бірақ маған ақ қара дегендер тола ғой деп өзім розовыйын таңдадым. Сөйтіп мәз-мейрам болып үйге қайтып бара жатырмыз. Жолдасынан кәдімгідей сыйлық алып, настроением күшті болып кеткен ғой. Негізі мәселе сыйлықта емес, көңілде ғой, дұрыс айтам ба? Содан кейін енемнің телефоны, чехолы барлығы ескіріп кеткен. Соған да сыйлық алып алдық. Деген абысының балаларына конфет печенье алуға келдік. Мамам ертең Алматыға жол жүреді деп айттым ғой. Олар да бізге үнемі барлығын толтырып салып беріп жүреді. Сыйластыққа не жетсін айтыңыздар. Содан кейін корн докты көріп кәдімгідей жегімге кетті. Негізі ішінде сыр бар ма десем, кәдімгі сосиска екен. Кәдімгідей мәз-мейрам болып қайттым. Сіздер жолдастарыңызға не сыйлық алдыңыздар? Риза болып қайттым сіздерде.